Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сочный болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен батон нанымызға сүт құйып аламыз. Сүттің орнына су қолдансаңыздар да болады. Батон нан болмаса, үйдегі басқа нанды да қолдануға болады. Енді сүтті өзіне сіңіргенше қойып қоямыз. 2 сарымсақты блендерлеп, батон нанымызға қосамыз. Міне жібіген батон нанымызға сарымсақ қосып, барлығын араластырып дайындап қойдым. Орташа көлемдегі пиязымызды майдалап аламыз. Ыдысымызға 500 грамм етімізді саламыз. Дайындап қойған пиязымызды саламыз. Пиязды блендерлеп алсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға қарай. Енді дәміне қарай тұздықтар саламыз. Мен аздап тұз және аздап қызыл бұрыш қостым. Сіздер қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Бір жұмыртқа қосамыз. Дайындап алған батон нанымызды салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді мен сіздерге котлеттің бір сырын айта кетейін. Араластырып біткеннен кейін етімізді осылай ұрып шығатын болсақ, жан-жаққа ыдырап кетпей, бір қалыпта жақсы қуырылып шығатын болады. Дайын болды. Енді бұны қалаған формаларыңызға салып, қуырып ала берсеңіздер болады. Мен сіздерге қазір формаға келтіріп көрсетейін. Формаға келтіріп болғаннан кейін бұны аздап қана ұнға малып аламыз. Формаға келтіріп жатқан кезде фаршымыз қолға жабысып жатса, қолымызға аздап сұйық май жағып аламыз. Міне мен бұл жерде қолыма аздап май жағып алдым. Фаршымыз қолға жабыспас үшін. Мен майды алдымен қыздырып қойғанмын. Котлеттерімізді орташа отта қуырып аламыз. Міне барлығын осылай салып алдық. Енді асты пісті деген кезде осылай аударып қуыра береміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жан-жаққа ыдырамай қуырылып жатыр. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға ала берсек болады. Міне осындай дайын котлеттеріңізді енді дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менің рецептім ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.